1960 жылдың 3 шілдесі Қазақстан магниткасының туған күні деп есептеледі. Дәл осы күні нөмір 1 домна пешінің науасынан тұңғыш қазақстандық шойын еселі тасқындап, Теміртаудың жаңа тарихының беттері жазылды. Айтулы оқиғаға байланысты өткен салтанатқа Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахмет ұлы Қонаев қатысып, теміртаулықтарды тамаша еңбек табысымен құттықтады. Алғашқы шойын алу бақтасына жас металлург, болашақ елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та тұрды. Ол нөмір 1 домна пешінің шойыншысы еді. 1958 жылы Днепродзержинск қаласындағы техникалық училищеде өзімен бірге барған 70 шақты қазақ жастарымен бірге Днепр металлургия зауытында тағылымдамадан өткен. Басына киіз қалпақ киіп, күлімдеп тұрған және бір топ домнашыларымен түскен тарихи суреттер Назарбаев домна цехының гарнобойы болып жүргенде түсірілген. Еңбек жолын қарапайым металлургтен бастаған Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан магниткасының от жалынды цехтарында құрыштай шыңдалды. Өндірістік және қайраткерлік жолдан өтті. Ол кейін ағынан жарыла Теміртау мен үшін алтын бесік, магнитканың тарихы Теміртаудың тарихы, оның адамдарының тағдыры менің тағдырыммен ажыратылмас. Егер менің өмірімде магнитка мен Теміртау болмаса, мен ешқашан президент болмас едім, деп жазды. 1945 жылы қазанда Самарқанд поселкесі Теміртау деп қайта аталып, қала мәртебесіне ие болды. Теміртау атауының қалай пайда болғаны туралы белгілі қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновтың естелігінде айтылады. Ол 1945 жылы КСР ауыр өнеркәсіп министрі Тефасянға барғанда, ол болашақ қалаға ат қою қажет екенін айтады. Ол менен металл деген сөздің қазақшасы қалай екенін сұрады. Мен темір деп жауап бердім. Тефасян темір деген сөзді өзінше бір-екі рет қайталап алды да, міне, жаңа қаланың аты осылайша жаңалық білдіргені жөн, деп қуанып кетті. Оның ойынша, қаланың аты темір болуға тиіс. Бірақ маған темір болғанда жай темір емес, бүкіл қазақтың бақыты, молшылықтың, игіліктің, тау темірлері деген ой келіп қалды. Сөйттім де Теміртау деп атайық деген ұсыныс жасадым, және де тау деген сөздің символдық мәнін түсіндірдім. Тефасян қуанып кетті. Сөйтіп Теміртаудың темірі Тефасяндікі де, тауы менікі болғанына осы уақытқа дейін қуанамын. Алматыға келгеннен кейін осы ұсыныс бекіп, КСР жоғарғы кеңесі президиумының 1945 жылғы қазан айындағы жарлығымен Самарқанд поселкесіне қала мәртебесі беріліп, Теміртау деп аталды. Сөйтіп, Жауыртау жайлауы тау темір өндіретін Теміртауға айналды.